Бүгін тәрдің ұйқымыздан шырт ояндық. Талдыкөл дейтін ауылымызды су басып кеткен, өте қиын жағдай, эвакуация жарияланып, адамдарды шығарып үлгерген. Барлығы дейтін Атырау қаласындағы Халел Досмұхамедов атындағы мекемеге барып орналасқан ауылдарын осылай қатты көп мөлшерде су басып кеткен. Солдаттар сонда да жұмылдырылып жұмыс жасап жатыр. Еріктілер бар, ауылдарының азаматтар бар. Барлығы шығып жұмыс қайтадан бөгеттерді қайтадан салып, қапшықтарға топырақ салып, барынша ауылды ұстап қалуға жұмыстанып жатыр. Дегенмен де ауылдың көрінісі осындай. Тіпті ауылдың жылқылары судың астында қалып қойған деген сыбыс бар. Өте қиын жағдай. Енді оларды шығара ала ма, білмедік. Осылай жолдың бәрін шайып кеткен, көліктерде барлық қатынаста бәрі тоқтап тұр әзірше. Алла жар болсын, баршаңыздан дұға етулеріңізді өтініп сұраймыз.